Келмей жатып қорқып кеттің ғой. Ой, қорқақ екенсің ғой бір жүрген. Ал мен ештеңеден қорққан жоқпын. Сен ойламаған жерден пайда болып қалдың. Бұл рефлекс болған. Және мен осы жерге келгенім батылдық болып есептеледі. Ал сен айтып едің ғой қорқақ деп. Сен осы жерге келгенің батылдық екенін көрсетпейді. Жарайды, кеттік, қыдырайық. Бұнда жиі келесің бе? Жиі келгеннен бұрын жиі қайтамын десем де болады. Осы жерде отырып басқа адамдарды қорқытқанды қатты жақсы көремін. Сонда сен не, бұны жалғыз жасайсың ба? Әрине, ал сен қалай ойладың? Өтірік айтпашы, сен де бұл жерге бірінші рет келіп тұрған шығарсың. Жоқ, мен саған ант берем. Тіпті әрбір мәйітті жатқа білем. Жүр, саған ең қызықтысын көрсетейін. Қара, Пупер, мен бұл фамилияны алғашқы рет оқығанда күлкіден өлдім ғой. Шынымен де оның жолы болмапты. Ол өлсе де оның тегін мазақтауды доғармаймын. Я, шынымен, басқаларды оқып көрейік. Ал мынаны қара. Не деген ысқынсат, өлген артық қой бұнан. Ал мынаны аты жаман болған соншалық, егер оны айтсам өлгім келіп кетеді. Сен болсаң күлесің, ал өзінің фамилияны одан өткен бетер шығар. Қотырбаев сондай бірдеңке. Ой, қойшы сен, менің фамилиям жақсырақ естіледі. Тони Каллисон. Ал сен әдейі мені жамандадың ғой өзіңнің тегіңді айтпас үшін. Менің тегім Стивенсон. Сенің әкең Стив па не? Ренжіп қалдың ба не? Ренжімей, мен жиі қалжыңдадым ғой. Тони, бұл мәйіттің тегі тура сенікінде екен. Ал оның қасындағы ше? Сендейлердің реакциясын қарағанды жақсы көремін. Енді сен менің жана досымсың, Стивенсон. Далада ешкім болмады. Мен өте ақырын жүре бастадым. 30 минуттай жүрдім. Содан кейін басым ауыра бастады. Басымды қатты соғып алған секілдімін. Мен қарға құлап, есімді жоғалтып алдым. Мен өзімді жылы сезінгеннен тұрып кеттім. Мен бір үйдің ішінде болдым. Мені қайтып ұстап алды ма? Маған кішкентай қыз қарап тұрды. Мен сонда да қайда екенімді түсінбей жаттым. Анашым бала тұрды. Сіздер адам жегісіздер ме? Мені жіберіңіздер. Бөлмеге бір әйел адам кірді. Бұл олардың анасы секілді. Сен тұрдың ба? Ештеңе қорықпа, біз саған тиіспейміз. Анашым, ол бізге сендер адам жегіштер деді. Осы кезде тағы бір келе жатқаны естілді. Қалай, жақсы болды ма? Қарның ашқан шығар. Менің атым Ерболат. Менің әйелім Жанаргүл. Көріп тұрғандай біз үшеуміз. Біз саған тиіспейміз. Қорықпа, есіңді жинағаннан кейін бірге тамақ ішіп, сені қалай тірі қалғаныңды айтып берсең, жарай ма? Олар 3 бөлмелі үйде тұрып жатыр. Бұнда үйді кезіктіру өте қиын, өйткені 3 бөлмені жылыту қиын болды. Менің қарным қатты аш болғанын, қалай үстел басына отырғанымды байқамай қалдым. Картошка мен тәтті салаттардың иісі мұрнымды жарып барады. Бізде ет жоқ. Кешір, біз адамдарды жемейміз. Олар бірге күліп жерді. Мен ыңғайсызданып қалдым. Мен ағаш жинап жүргенде сен қозғалыссыз қардың үстінде жаттың. Басында сені мақұлық деп ойладым, бірақ сен демалып жаттың. Сенде тістеген орындар жоқ болды. Одан кейін үйге келгеннен кейін сен бір түн оянбай жаттың.
Саған не болды? Үсті басың көгеріп кетіпті ғой. Осы кезде менде болған оқиғалардың бәрін айтып бердім. Қалай ата-анамнан айырылғанымды, қалай жалғыз қалғанымды, аштықтан тамақ іздегенімді, үйімді өзім ақымақтығымнан өртегенімді, белгісіз адамдарға ұсталғанымды, қалай олар мені ұстағаны, қалай қашып шыққанымды, оқиғамды естіп анасы біздің үйге тұра бер, қаласаң менің балам бол деп айтты. Мен әрине қарсы болдым. Мен өз өмір сүріп үйреніп қалдым. Сіздердің үйлеріңізде бірнеше күн қона тұрсам бола ма? Мен өз жаралымды емдеп алайын деп едім. Олар келісті. Тамақ ішіп болғаннан соң маған үйді көрсетуді өтіндім. Маған отбасылық альбомды көрсетті. Осы кезде біз балықтамыз. Ал бұл кім? Бұл Марк, менің інім. Маркке не болды? Осының бәрі басталғанда біз ешқандай жағдайға мән берген жоқпыз. Біз сауда үйіне отбасымызбен бара жатырдық. Марк бізден кішкене қалып қойды. Содан кейін бізге жүгіріп келіп жылап жіберді. Осы кезде әкесі келіп бәріміздің ұйықтауымызды сұрады. Түнде мен біреу арғы бөлмеде жүргенін естіп жаттым, бірақ шаршағандықтан маған бәрібір болды. Таңертең тұрғанда тек үйде қызы ғана болды. Ол бір кітап оқып отырды. Мен түнде не болғанын сұрадым. Бұл тышқандар деп жауап берді. Қайдағы тышқандар? Ана жақта бөлмені қатты салқын ғой. Пайдаланып, ана бөлмеде кім бар екені мені қатты қызықтырды. Бөлме кілтеулі болды. Есіктің астына қарап тұрдым. Бір кішкентай бала отырды. Содан кейін біреудің келе жатқанын естідім. Бәрін біліп қойдың ба? Саған айттық қой бұл есікке жолама деп. Неге оны салқын бөлмеде ұстап отырсыздар? Ол менің балам Марк. Ол қазір адам емес. Мен қайта қарадым. Бұл кішкентай мақұлық болды. Мен өз баламды мақұлықтарға қимаймын. Сондықтан осы бөлмеде ұстап отырамын.